Киімге үй жағдайында қалай принт жапсыруға болады деген лайфхактарды көріп, соны қайталап көрмекші болған шебер перизаттан сіздерге сәлем. Бүгін біз осындай кәдімгідей әлеуметтік желілерде жүрген лайфхактарды жасап қайталап көретін боламыз. Бұл жерде мен осындай баламның футболкасына принт жапсырғым келді, және де бұны мен ютубтан және де басқа да жерлерден көріп қызықтым. Вау, керемет, күшті ғой, аласың да жапсыра саласың деген сияқты. Ал енді соңына дейін көріңіздер, менен не шықты екен. Ең алдымен осылай пищевой пленкаға орап алдым. Сөйттім дағыны оны өзіме керекті жерге орналастырып, үстіне осындай ыстық өткізетін, киімді күйдірмейтін қағазды жапсырып отырып, ыстық үтікпен жақсылап бастым. Біраз уақыт, кәдімгідей 15-20 минут басып тұрдым. Бірақ өкінішке орай ол әрекетім босқа кетті. Өйткені лайфхактарды көрген кезімізде барлығы оп-оңай сияқты, бір жасағаннан бола кетеді. Ал мен бірінші рет жасап тұрмын, және де бұны болған жоқ. Қарап, бұл жерде енді ақ футболка оның жақсы көрінбейді. Мінекей видеода көрініп тұр. Пленкалары кәдімгідей пищевой пленкам жұлынып алынып кетіп жатыр. Кейін менде қызу, мүмкін аздау шығар деп қайтадан максималныйға қойып, тағы да ыстықпен басып тұрдым. Бірақ өкінішке орай бұл бірінші әрекетім іске асқан жоқ, бұл жабысып қалған жоқ. Тек ақ футболка болған екен, принттің сол футболкаға жабысып қалған сияқты әсері болады екен. Енді соны басқа түсті футболкамен жасап көрейін деп жатырмын. Сіздерге жақсырақ түсінікті болу үшін қараңыздар. Қазір ашқан кезімізде көрдіңіздер ма, шет-шетіндегі қағаздары, пленкасы қалып кетеді. Және де оны тартқан кезде кәдімгідей жұлынып алынып жатыр. Кейін мен ойладым, мүмкін менің жасап жатқан техникам дұрыс емес шығар, технологияны дұрыс қолданбай жатқан шығармын деген ой келді де, бұны шетіндегі қағаздардың бәрін алып тастап, қайтадан ыстық үтікпен үстін бастырып, тағы да біраз күттім. Бірақ өкінішке орай көріп тұрсыздар, мінекей видеода көрініп тұр, ешқандай да жабысқан жоқ. Кейін мен декупажда қалай қолданады, осындай түрлі түсті декоративный салфеткалардың бір слойын алып тастайды. Сөйтіп, мен бір слой қағазын алып тастадым да, пищевой пленкаға орап, қайтадан үтікпен үстін жақсылап үтіктедім. Бұл жолы әрекетім кішкене мен ойлағандай болды. Ол пленкамыз шет-шетіне қатты бұрынғыдай әсер болған жоқ. Көбірек ыстықпен басып тұрып, ол жабысты. Бірақ та бұл бір жуған кезде қайтадан түсіп қалды. Ал қыздар, сіздерге лайфхактар ұнайтындығына сенімдімін, және де осындай эксперименттерді жасап тұрайын ба? Егер де иә дейтін болсаңыздар, астына комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған шебер перизат. Келесі видеоларда амандықта жолыққанша, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ассаляму алейкум, рахматуллахи баракатух. Менің арнамнан алыстамаңыздар. Және де каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.